бізде мәт сила, яғни мәт дегеніміз созу, соның мәт сила деген қандай тұр? Бұл қашан орын алады? Бұл бізде хә әрпіне байланысты пайда болатын. Және де бұл хәміз хә әрпі көбінесе араб тілінде үшінші жақ, яғни ол деген жақ, және де ертегіне келістіреді, яғни оның оған деген сияқты. Бұл хә әрпі қашан даммалы және кәсіралы болған кезде пайда болады. Яғни бұл бірінші шарты. Екінші шарты хә әрпі өзі даммалы не кәсіралы, және де одан алдыңғы әріпте харекетті, өзінен кейінгі әріпте харекетті болу керек. Сол кезде бұл хә мәт сила ережесін өзіне қамтиды. Мысалы, иннаху аля деген сөзде хә әрпі бізде даммалы болып тұр. Өзіне алдыңғы әріп нун әрпі. Нун әрпі бізде фатха, яғни харекетті. Өзінен кейін айн әрпі келіп тұр. Ол не? Бізде фатхамен тұр. Демек, екі әрекетті әріптің ортасында келіп тұр, және өзінің харекетті дамма. Осы кезде ол екіге созылады, мәт табиғи сияқты, иннаху. Және Құранда сіздерге одан кейін сәл мына кішкентай дамманы қойып қояды, көмек ретінде. Одан кейін раджиихи лақадир. Ал кәсіралы. Қашан хә әрпі кәсіралы болған кезде, мысалы раджиихи кәсірамен тұр, өзінен алдыңғы айн әрпіне кәсірамен тұр. Өзінен кейін лақадир деген кезіне ол бізде фатхамен тұр. Демек, екі әрекеттің ортасында тұр. Ол Құранда көбінесе сіздерде хи әрпінен кейін мынандай бір белгі қойып береді. Осы арқылы сіздер екіге созып оқисыздар. Ол бізде мәт силаның кішкентай, яғни оны суғыру деп айтады арабша, кішкентай түрі. Ал енді мәт силаның күбірі, яғни үлкен түрі. Яғни бұл жерде екіге созылатын болса, ол жерде 4-ке, 5-ке созылады дегендей. Ол бізде мәт мұнфасылдың ережесі сияқты. Яғни тура сол хә әрпінің ережесі орындалады, өзі даммалы, өзінен алдыңғы әріп харекетті, өзінен кейінгі әріп харекетті. Бірақ өзінен кейінгі әріп қандай болады? Мына жерде хамза әлі әлиф тұр. Яғни хамза бізде не істейтін? Мәт мұнфасыл ережесін пайдаланатын еді. Сол сияқты бұл жерде ол мәт мұнфасыл сияқты ережені алып, мынадан қарағанда көбірек созылады. Ол сіздерде Құранда мынау кішкентай уау, одан кейін төбесіне былай белгімен келтіріп береді, мәттің сол ерек. Иля туами. Хи әрпінде көбінесе сіздерде мына белгіні әкеледі де, ол ирек. Хи әрпі өзін алды мим, одан кейін хамзалы әлиф, яғни күбро, бұл үлкен түр орындалады. Бірақ енді